Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде елге қызмет хабары. Бүгінгі хабарымыздың спикері Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Жазықбай Дархан Медеғалиұлы. Дархан Медеғалиұлы, студияға қош келдіңіз. Қош келдік. Өзіңізге белгілі, жалпы соңғы уақытта мемлекеттік қызметті жаңғыртуға қатысты үлкен ауқымды өзгерістер жүзеге асып жатыр. Соның бірі 2024-2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметтер дамытуға арналған тұжырымдама аясында жаңа заң жобасы әзірленді. Алдымен осы заң жобасының негізгі мақсаты мен басты жаңалықтарына тоқталсаңыз. Рахмет. Мынау енді өздеріңіз студияға шақырып, осы біздің іс-сапарымыз бойынша мағлұмат аламыз деп, осы студияның негізгі біздің алдағы уақыттағы мемлекеттік қызметтің дамуына мән беріп отқандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Екіншіден, әрине біз мемлекеттік қызметті жаңғырту бойынша кезең-кезеңмен жүйелі түрде жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұл өзі әр жүйенің өзгерісіне қарай даму болады. Себебі өзгеріс болған жерде даму болады, даму болған жерде біз біраз мәселелерге, нәтижелерге қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Сол 2022 жылдан бастап мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бізге агенттіктің алдына үлкен міндеттер жүктеген болатын. Ол мемлекеттік қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету, адамға бағдарланған сервистік аппаратты қалыптастыру және кез келген бюрократиялық артық кедергілерді жою мәселелерін қарастыру бойынша. Біз енді бұл мәселе бойынша жүйелі түрде жұмыс істеп келе жатырмыз. 22 жылы, 23 жылы қазіргі заңға біраз толықтырулар енгізген болатынбыз. Ол біздің гибридтік модельді қалыптастыру бойынша және мынау біздің мемлекеттік қызметшілердің әлеуетін қалыптастыру бойынша, жастарға жол ашу бойынша, өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы мемлекет басшысы өзінің жолдауында жастарды мемлекеттік басқару ісіне араластыруымыз қажет деген болатын. Оның ішінде мынау мемлекеттік қызметке тарту мәселесін. Содан бері президенттік жастар кадрлық резерві жұмыс істеп келе жатыр. Өңірлік кадрлық резервін қалыптастырып жатырмыз. Мынау GPI көрсеткішімен жоғары деңгейде оқыған жастар тартып жатырмыз. Бұның барлығы жүйелі мемлекеттік қызметтің жаңғыру жұмыстары. Сол себепті біз 2024 жылы мемлекет басшы өзінің жарлығымен 2024-2029 жылға арналған мемлекеттік қызметтің жаңғыруы бойынша тұжырымдаманы бекіткен болатын. Осыған байланысты жаңа өзіңіз атап өткен мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң жобасы әзірленді. Бұл заң жобасы қазіргі кезде мәжілісте 2 оқылымда қабылданып, сенатта қаралып жатыр. Біздің бұл жердегі негізгі мақсатымыз, бұрынғы қазіргі мемлекеттік қызмет туралы заңды алып қарайтын болсақ, ол жерде тек қана мемлекеттік қызметке кіру, өткеру, жүру, яғни еңбек қатынастары көбінесе белгіленген болатын. Ал енді біз қазіргі қоғамның талапына, қоғамның пікіріне қарай отырып, мемлекет басшысының біздің алдымызға қойған адамға бағдарланған сервистік аппаратты қалыптастыру бойынша біз осы мәселені толыққанды жүйелі түрде енгізу үшін жаңа заңды жасадық. Яғни біз бұл жерде алғаш рет мемлекеттік қызметтің миссиясы, адамға бағдарланған мемлекеттік қызметті қандай болу керек, сервистік аппараттың негізгі қандай болу керек, мемлекеттік қызмет көрсету арқылы мемлекеттік қызметшілерді, мемлекеттік органдарды бағалау. Міне осының барлығын біз жүйелі түрде осы заңда жазып реттеп шықтық. Бұл жерде тек қана талаптар ғана емес, мемлекеттік қызметшілерге, бұл жерде сонымен қоса мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік қорғауы бойынша, құқықтық қорғауы бойынша біз біраз нормаларға өзгерістер енгіздік, яғни нормаларды жаздық. Бұл жерде біраз жаңашылдықтарымыз атап өтетін болсақ, біріншіден жаңағы мемлекеттік қызметтің сервистік аппаратын қалыптастыру. Бұл мемлекеттік қызметшілердің мінез құлқына байланысты. Одан кейін жаңа мәдени ұжымды қалыптастыру. Одан кейін мынау мемлекеттік қызметшілердің
жүргізу, яғни өткеруіне байланысты ротациялық төлемдер, егер бір өңірден екінші өңірге ауысатын болса, немесе мынау орталықтан өңірге баратын болса, өңірден орталыққа болатын болса, қосымша жаңағы мемлекеттік қызметшілерге төлем ақылар қарастыру, олардың отбасына қарастыру, өңірге болса оларға жаңағы үй жағдайында көмектесу, осындай жалдамалы пәтерлерге қарастыру деген сияқты мәселелерді біз енгіздік. Енді оған қосымша кәсіби деңгейлерін дамыту бойынша да біраз өзгерістер бар. Бұл мемлекеттік қызметшілердің жаңағы өзін қоғамда орында ұстай алуы, өзінің мінез құлқының жаңағы мінсіз болуы, осыны өзгерістерді енгізіп отырмыз. Соған қоса біз қазір кезде өзіңіз білесіз, жаңа тұжырымдаманы дамытуға байланысты гибридтік модельді біз құрып жатырмыз. Бұл әлемде мысалға біз мансаптық өсу дейміз, және позициялық деп қараймыз. Классикалық өсуге үйреніп қалдық бұл жерде. Осы біз екі мансаптық және позициялық модельден өзіміздің қазақстандық гибридтік модель жасадық. Яғни, егер сен мансаптық өсуді қалайтын болсаң, ол төменгі лауазымнан бастап сатылап өсу. Оған ешқандай жаңағы кедергі жоқ, өзінің тиімділігіне байланысты өсіп отырасың, кәсіби біліктілігіне. Ал енді позициялық бұл меритократия қағидасына сүйене отырып, құзыреті мен қабілетіне қарай өсіру. Яғни, құзыреті мен қабілетіне қарай мемлекеттік қызметке тарту. Бұл арнайы білімі бар, немесе жаңағы салалық маман, жаңағы жеке секторда жүрсе, біз оны кәсіби маман ретінде мемлекеттік қызметке тартамыз. Міне осындай екі модельдің өзіміздің гибридтік модель жасап шықтық. Бұл кәсіби мамандардың мемлекеттік қызметке келуіне өте жақсы әсер етеді, және меритократия қағидаларын қалыптастырады. Меритократия қағидасы деген, бұл мен 10 жыл мына орында отырмын, ертең басшы лауазымға неге қоймайды деген мәселе емес. Меритократия қағидаты деген, ол кәсіби мамандардың құзыреті мен қабілетіне қарай тағайындалады. Сол себепті ол біз өтіліне ғана қарамаймыз, біз оның салалық маманы ретінде, ол жақтағы тәжірибесіне, оның біліктілігіне қарай отырып енгіземіз. Міне осындай өзіміздің жаңашылдықтарды да қарастырып жатырмыз. Ол жерде мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік жаңағы гибридтік модельді мынау горизонталдық өсу мәселесінде қарастырып отырмыз. Бізде қазіргі кезде мысалға вертикалдық өсу. Бір адам бір орында 6 жылға дейін қызмет жасайды. 6 жылдан кейін ары қарай өсу болмаған кезде ол басқа жаққа кету мәселелерін қарастыра бастайды. Яғни институционалдық жадынаманы сақтау үшін біз горизонталдық тұрғыда өсуді қарастырып отырмыз. Ол жаңағы мамандарды сақтап қалу. Осы мәселелерді біз қазір кезде заңға енгіздік. Қазір енді парламентте қаралып жатыр, қабылданғаннан кейін ары қарай оның механизмдерімен де бөлісетін боламыз. Дархан Медеғалиұлы, мемлекет басшысы да бұл туралы айтып өтті, жастарды мемлекеттік қызметке тарту жағы. Осы тұрғыда қазір түрлі жобалар, жеңілдіктер жүзеге асып жатыр. Нақты нәтиже бар ма? Әрине, біз қазір кезде бірінші кездегі мемлекеттік басқаруға президенттік жастар кадр резервін құрдық. 19 жылы біз алғаш өткіздік, қабылдадық. Содан бері міне тұрақты түрде 2 жыл сайын өткізіп келе жатырмыз. Қазір кезде 450 адам бар. 450 адамның 78% нақты жұмысқа орналасты. Оның ішінде 30% 2 деңгейлік және 3 деңгейлік сатылық өсімге өтіп отыр. Бұл бір лауазымнан екінші, үшінші лауазымдарға дейін өсу. Бұның негізгісі қазір кезде мемлекеттік басқаруға жаңа буындар тарту және жаңа мәдени ұйымдастыруды қалыптастыру. Бұл біздің мысалға алып қарайтын болсақ, 450 кадрлық резервіміз ішінде болашақ бағдарламасымен оқығандар, мынау мемлекеттік басқару академиясының түлектері және шетелде білімі бар, арнайы білімі бар мамандар қатысып жатыр. Мысалға біздің әр жастар кадрлық резервінің мүшесі қазіргі деңгейде үлкен қызметтерге, үлкен лауазымдарда, оның ішінде жаңағы өңірлік деңгейде де жұмыс істеп жатқандар бар. Жаңа ғана мен өзім барып солармен кездесіп өткіздім, пікір алмастық. Сонымен қоса біз мынау өңірлік жастар кадрлық резервін тек қана
ол президент жастар кадрлық резервімен ғана шектеліп қоймай, сонымен қатар мемлекет басшысы өңірдегі жастарға да жаңағы өзінің сол өңіріндегі ары қарай мансаптық өсуіне, өздерінің мемлекеттік қызметке жұмыс жасаймын деген ниетін, олардың адал еңбек етемін деген мәселесін қарастыра отырып, осы өңірлік жастар кадрлық резервін әкімдіктердің жанынан құрдық. Бұл жерде де қазіргі өзгерістер бар, нәтиже бар. Біздің өңірлік кадр резервінің мүшелері жұмысқа орналасып жатыр. Қазіргі кезде 535-тен аса біздің өңірлік кадр резервіміз болатын болса, оның қазіргі таңда 235-і сатылап өсуге тағайындалды. Енді бұмен ғана емес, біз мынау жаңадан мемлекеттік қызмет ісіне араласам, келемін деген жастарға грантпен оқыған, GPI көрсеткіші жоғары мемлекеттік жаңағы грантпен оқыған студенттерімізге де мүмкіндік беріп жатыр. Бұл да біздің қазір 788 мемлекеттік грантпен оқыған түлектеріміз ауылдық, аудандық және облыстық маңызы бар қалаларға тікелей барып тағайындалды. Яғни конкурс өткізбестен, тест тапсырмастан, жаңағы ешқандай кедергісіз өзінің біліміне қарай барып сол төменгі лауазымдарға орналасып жатыр. Осы жерде де жаңа мен айттым, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облысы бойынша университеттің түлектерімен 24 түлек осы жылдың өзінде, былтырғы жылдың өзінде барып сол мүмкіндіктерді пайдаланып жатыр. Бұның барлығы жасалынып отқанның барлығы мемлекеттің басқаруына жастарды тарту, оларды мемлекеттік басқару саласына араластыру, мемлекеттік қызметтегі үлкен деңгейлі жұмыстарын жасау. Осыған байланысты біз қазір көп жұмыстарды әлі де жалғастыратын боламыз. Үлкен жобалар жасалып жатыр, жеңілдіктер жасалып жатыр, жастарды тарту бағытында. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, GPI жоғары бітірген түлектерді, яғни ешқандай сынақсыз, қабылдау, яғни тестсіз. Дегенмен оларды енді тұрақты алып қалу жағы қандай, олардың әлеуметтік жағдайы қалай болады? Егер осы жастар, білем, көрем деген Абайдың қара сөзінде айтылған, осы мықты жастарымыз мемлекеттік қызметте қалатын болса, енді 20 жылдан кейін сіз қалай елестетесіз? Мен енді біз әр адамның еңбекті қалауы, еңбек жасауы өз құзыретінде ғой. Біз ешкімге мысалға шектеу қоя алмаймыз. Ол біздің конституциямызда жазылған. Еңбек жасау, еңбек істеу, еңбек орнын таңдау. Сондықтан да бұл жерде біз барлық мүмкіндіктер бізде қазіргінің өзінде қарастырылған. Мысалға, ол мемлекеттік қызметке келем деген адам саналы тұрғыда келу керек. Себебі мемлекеттік қызмет деген ол жеке кәсіпорын емес. Өзінің бір жеке пайдасына, жеке бір баю пайдасына келетін, немесе басқа да нәрсе емес, немесе ол бір компания емес, мемлекеттік компания емес. Бұл мемлекеттік қызмет дегеніміз негізгі мемлекетке, мемлекеттің саяси реформаларын жүргіземін, мемлекетке қызмет жасаймын, осы мемлекеттегі адамдардың әл-ауқатын, экономикалық жағдайын көтеруге атсалысамын. Өзінде бір ішкі мотивация болу керек. Нағыз патриот болу керек. Мен халыққа, елге қызмет жасаймын деген. Міне, ол азаматтар келген кезде өзіне бір тұлғалық болмысын қалыптастыру бойынша. Оны тек қана біз қазіргі таңда жастардың өзіне сен сондай бол деп қана жүктеп отырған жоқпыз. Біздің қазіргі мына жаңа заң жобасының ішінде ерте кәсіби дайындық деген бар. Ол біз 9-шы, 10, 11-ші класстармен жұмыс жасайтын боламыз. Олардың бойларына жаңағы кәсіби біліктіліктерді, мемлекеттік қызмет дегеніміз не екенін, соның барлығын қалыптастырып үйрететін боламыз. Сол арқылы біз қазіргі таңда, егер осы заңда қабылданатын болса, біз агенттікте 200 осындай арнайы білімде оқыту бойынша гранттар бөлінеді. Біз сол балаларды ары қарай тартып, солармен жұмыс жасаймыз. Ал енді онымен қоса мына университеттегі жастар, біз әр өңірдегі университеттің жанынан жас мемлекеттік қызметшілер мектебі бар. Бұл жерде болашақта мемлекеттік қызметке келем деген жастардың дағдыларын үйретеміз. Қалай жұмыс жасау керек, біліктілігін қалай арттыру керек деген сияқты мәселелер. Міне осы
бағыттарды біз жұмысқа жасаймыз. Ал енді материалдық құндылықтарға келетін болсақ, әрине біздің қазіргі таңда жалақымыз орта есеппен алатын болсақ 430 мың теңгені құрайды. Бұл жеке сектормен алғанда Қазақстан бойынша орта жалақының негізгі көрсеткіші. Сондықтан да біз оны ары қарай жаңағы біз айтып отырмыз горизонталдық өсу бойынша оларды тартамыз. Немесе жаңағы мемлекеттік басқару академиясында ары қарай білімдерін алуға, біліктілігін алуға, жаңағы оқытуға тартып отырамыз. Мен осылай арқылы олардың дағдыларын, біліктіліктерін арттырып, мемлекеттік қызметтегі жаднамалық институттардың негізін қалыптастырамыз. Және де біздің жаңа заңда қазір енгізіп отырмыз, зейнеткерлікке келген мемлекеттік қызметшілер, мысалы зейнетке шыққаннан кейін, оларды 1 жыл, 2 жылға дейінгі жаңағы институционалдық жанаманы сақтап қалу үшін тәлімгерлік институтын енгізіп отырмыз. Мен осы жүйелі түрде жүргізілген жұмыстардың алдағы уақытта біз нәтижесін көреміз деп ойлаймыз. Енді ол әр кез келген өзгеріс бүгін ертең болатын емес, ол біз болашаққа жол жасап, болашақтың қадамы үшін 5 жыл, 10 жылды есептеп жұмыс жасаймыз. Сіз айтып отырған 5-10 жылдан кейін қазіргі жас кадр мықты маманға айналады. 5-10 жылдан кейін нені көргіңіз келеді бойынан сол мамандардың? Сол мемлекеттік қызметшілердің бойынан ұлттық тұлғалық болмысын көргім келеді. Себебі әр біздің қазір кездегі жастарымыз әлемде қазір мынау адами ресурстармен жұмыс жасау басталып кетті. Адам капиталына деген жұмыс жасап кетті. Өзіңіз білесіз, өткенде ғана біз халықтық конституциямызды 15 наурызда референдумда қабылдадық. Осы жерде біз преамбуласында білім, ғылым, инновация деген нәрселердің барлығын нақты көрсеттік. Бұл дегеніміз не? Бұл адами капиталдарды дамыту. Біз кәсіби біліктілік мамандарды бізге жаман дегенмен жақсысын ешкім әкеп бермейді. Біз жақсы нәрселерді біз өзіміз дайындауымыз керек. Мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысы қаяқтан қалыптасады? Мемлекеттік тұлғалық болмысы отбасылық құндылықтардан басталады. Оның бала кезден дағдыларынан басталады. Оның жаңағы қоршаған ортасына, аяқтаған университетіне алған. Бұның барлығы мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысын қалыптастырып отырады. Сол себептен біздің жаңағы мектеп кезінен бастап олармен жұмыс жасаймыз дейтініміз, осы олардың сол кезден бастап мемлекеттік қызметке деген дағдыларын қалыптастыру. Міне, себебі тұлғалық болмысты біз қаяқтан көреміз? Бізге мемлекеттік қызметке сырттан ешкім әкеп беріп жатқан жоқ. Біз мемлекеттік қызметке осы қоғамнан, осы өзіміздің ортамыздан шығарамыз. Университеттерден аламыз мамандарды, жеке сектордан аламыз. Сол кезде олардың тек қана білімі емес, біліктілігін емес, сонымен қатар олардың болмысына да қараймыз. Олардың адамгершілігі, олардың ұлтқа қызмет етуі, мемлекетке қызмет етуі, елге қызмет жасауы, мемлекеттің жасап отқан реформаларының жүзеге асуына өзінің бүкіл күш-жігерін салуы, осының барлығы сайып келген кезде мен болашақта жаңа сіз айтқандай осы жастардың бойынан біз көретін боламыз. Себебі біздің алдағы негізгі мақсатымыз мемлекеттік қызметшілердің тұлғалық болмысын қалыптастыру. Біз онымен айналыспасақ, басқа ешкім айналыспайды. Сондықтан да жақсы болсын, жаман болсын, біз осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Сын пікірлер болады, мемлекеттік қызметшілерге сын пікірлер өте түсіп жатады, бірақ біз оған қарамастан олардың біліктілігі мен білімін дамыту бойынша жұмыстарымызды жасай береміз. Тағы бір сауал, осы заманның талабына сай бүгінгі таңда мемлекеттік қызметке іріктеу бұл цифрлық форматта өтеді, жүргізіледі. Жалпы бұл ашықтық пен тиімділікке қалай әсер етеді? Енді біздің негізгі ашықтығымыздың негізгі мәселесі бұл мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты. Кез келген, біз мына заңда да жаздық, формальды тұрғыда кез келген өтініш қаралмайды енді. Өтініш түскеннен кейін оны нақты жауаптар беріледі. Даже егер өтініште оның беріп отқан құжаттары толық болмаса, ол өтініш кері қайтарылмайды. Біз керісінше толық емес құжаттарын проактивті тұрғыда аламыз. Сондықтан да біз мемлекеттік қызметтің адамға бағдарланған проактивті тұрғыдағы қызмет көрсетуін, оны біз жетілдіретін боламыз. Бұны біз заңға отырғыздық.
бұны біз әлі де жұмыстарды күшейтетін боламыз. Осылай қол жеткіземіз біз. Түсінікті. Агенттікке өткен жылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу функциясы берілді, иә? Осы тұрғыда агенттік тарапынан атқарылып жатқан нақты нәтижелі жұмыстарға тоқталсаңыз. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстардың барлығы жүйелі түрде жүргізіліп келе жатыр. 2022 жылы қабылданған, 26 жылдың аралығында қабылданған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тұжырымдамасы бар. Оған қабылданған жоспар бар. Біз сол жоспар бойынша жұмыстарымызды нақты аяқтап келе жатырмыз. Қазіргі таңда 70%-ға жуық жоспардың жұмыстары істелінді. Қазіргі таңда 2 заң жобасы парламентте қаралауда. Ол жерде біз негізінен мемлекеттік қызметшілердің жаңағы мүдделер қақтығысына байланысты, басқа да іс-шаралар, әдеп жөніндегі мәселелерге байланысты біраз толықтырулар бар. Бұл жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Бұл тек қана бір агенттіктің мойнына жүктелген жұмыс емес. Бұл жалпы біздің мынау қоғам мүшелері, жалпы мынау қоғамдық бірлестіктер, оның ішінде жаңа бұқаралық ақпарат құралдары бар. Барлығымыз бірге отырып, атқарып, жүйелі түрде жұмыс жасаған кезде ғана біз бұның нәтижесіне жетеміз. Сондықтан да ол агенттіктің алдында қазір үлкен мақсаттар бар, міндеттер бар. Біз оны жұмыстарды жүйелі тұрғыда жүргізіп отыратын боламыз. Агенттіктің тағы бір бағыты бұл мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау болып табылады. Бұл жерде қолжетімділік пен ыңғайлы халық үшін, қарапайым халық үшін ең қажетті дүние. Бұған қатысты қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді қазір 1400-ге жуық бізде мемлекеттік қызмет көрсету бар реестрімізде. Қазіргі таңда біз 90% бұл автоматтандырылған жүйеде жұмыс жасайды дейміз, цифрландырылған. Алайда көбісі мына мемлекеттік қызмет көрсетуге бағытталған нәрсенің көбісі бұл мемлекеттік қызметшілердің жүктемесі. Яғни біз кез келген жаңа мен айтып өткен келіп түскен сұраныстың барлығын біз проактивті тұрғыда жұмыстарды жасауымыз керек. Бұл мәселе бойынша, сапасы бойынша сыни пікірлер бар, қолжетімділіктер болмай жатады. Система жаңағы өзінің жүйесінде кей кезде қолжетімділік болмай, жаңағы ала алмай жатамыз. Бірақ негізгі біздің қазіргі кездегі мақсатымыз ешқандай артық құжаттардың көбісін жоя отырып, олардың мемлекеттік органдардың жүйелерін интеграция жасай отырып, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жоғарылату. Бұл жерде біз жаңағы адамға бағдарланған принциптерді ұстайтын боламыз, қағидаттарды. Себебі проактивті тұрғыда біз мүмкіндігінше жаңағы адамдар өздерінің жаңағы көрсетіп атқан қызметтерді жүйелі түрде алып отыруына қол жеткізу. Мысалға, әлеуметтік жағдайды алып отқан көптеген жаңағы мүгедегіне байланысты алып атқан жаңағы көмектердің көбісі проактивті тұрғыда болу керек. Оны жыл сайын қайталап, немесе оны комиссиядан өткізіп, қайтадан ондай емес. Қағазбастылық бар ғой. Қағазбастылықтың барлығын жоя отырып, біз мүмкіндігінше мен айтып отқан проактивті тұрғыда жеткізу сапасына. Одан кейінгі келесі мәселен біз сапасын көтерейік деп отырған қазіргі кезде мысалға білім алу жүйесінде өтініш береді, мен мына мектепке балам оқиды деп. Бірақ ол бітіріп шыққан кезде оның сапасы қандай? Бала қандай сапалы білім алып шықты? Оған көрсеткіш жоқ. Біз осы көрсеткіштерді орнықтыруымыз қажет деген мәселелерді қойып жатырмыз қазір агенттік тарапынан мемлекеттік органдарға. Сонымен қоса, мысалға мынау медициналық қызмет көрсету жаңағы қолжетімділіктер бойынша. Оны жаңағы бір маманға жазылады, ол маманнан қандай сапалы ем алып шықты, оны да біз қадағалауымыз керек. Осы мәселелердің барлығын біз жүйелі тұрғыда, практикті тұрғыда шешіп отыруымыз керек. Бұны бойынша көптеген жұмыстар бізде тоқталып өтсек, үлкен мәселелер бар. Енді бірақ біз бұны цифрландыру арқылы және жасанды интеллектіні қолдана отырып көп мәселелерді шешеміз деп ойлаймын. Интеграцияға толық қашан қол жеткізе аламыз? Енді қазіргі кезде біздің цифрландыру министрлігінің негізгі мәліметі бойынша қазіргі кезде үлкен GovTech деген платформа жасап отыр ғой.
осы жылдан бастап біз алғашқылардың бірі болып сол Govtechқа өтеміз. Бірақ басқа мемлекеттік органдарда жүйелі түрде сол Govtechқа өтуге қазір өздерінің архитектураларын жасап жатыр. Мемлекеттік қызметке келуге құлшыныс білдіретін жастар көп. Әрқайсында бір ой тұруы мүмкін. Сіз әсіресе жастар тарапына не айтар едіңіз? Қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Енді біріншіден баяғыда біздің кезімізде мемлекеттік қызмет деген қолжетімсіз болып көрінді ғой. Мемлекетке қызметке тұру бұл бір үлкен жетістік сияқты болып көрінетін. Қазіргі таңда біз мына цифрландырудың арқасында, мынау көптеген бюрократиялық құжаттардың жоюына қарай біз қызмет жүйесін толыққанды автоматтандырылдық. Ол жерде 94 мемлекеттік органдардың бүкіл вакансиясына жүйелі түрде мен күнделікті ақпарат алып отырам. 1500-1600 бос лауазымдарға конкурстар жарияланып отырады. Бұған адамдардың қатысуы 16 мың, 17 мың, 20 мыңға дейін адамдар қатысып жатады конкурстарға. Бұл дегеніміз қазіргі кезде мемлекеттік қызметтің ашықтығын көрсетеді. Яғни адами факторсыз мемлекеттік қызметке кіру мүмкіндігі бар екеніне көздерін жеткізіп жатыр. Сондықтан да мен айтатыным жастарға, егер мемлекеттік қызметте істеймін десе, өзінің дағдыларын өзгерту керек. Яғни мен енді мақтанышпен айтуға болады, сіздердің жерлестеріңіз Димаш Құдайбергеновтың бір сұхбатын өткенде ғана көрдім. Сонда айтады, мен дейді еңбектену арқылы осы нәтижелерге жеткізіп жатырмын. Мен студиядан үйге барам, үйден студияға барам дейді өзінің сұхбатында. Қазіргі кезде жастар өзінің энергиясын, өзінің бойындағы күш қуатын жас кезінде еңбекке арнау керек, дамытуға арнау керек деп. Мен сол сұхбаттың естіген кезде ойланып, расымен де қазіргі кезде жастарға айтатын, өздерінің дағдыларын өзгертіңдер, еңбектеніңдер, жұмыс жасаңдар, біліктілігіңді арттырыңдар, білімдеріңді арттырыңдар, сонда өздерінің тұлғалық болмыстары қалыптасады. Біз оған көмектесуге, кез келген жасқа біздің агенттікке келіп, мен өзім тұлғалық болмысымды қалыптастырғым келеді. Мен осындай мемлекеттік қызметте десе, біз жан-жақты көмек көрсетуге, жан-жақты бағыт бағдар беруге біз ашықпыз және сол бағытта жұмыс істеуге дайынбыз. Және басқа салада жүріп, болашағын мемлекеттік қызметтен көретіндер гибридтік жүйе арқылы бұл салаға келуге болады. Себебі біз жаңа гибридтік салалық қызметшілердің өтілін есептеп кіргізуге мүмкіндік беріп қойдық біз. Керемет. Олай болса еңбегіңізге табыс тілеймін. Құрметті көрермендер, елге қызмет хабарының кезекті саны осымен аяқталды. Бүгін біздің хабарымыздың спикері болған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Жасықбай Дархан Медеғалиұлы болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.